тюрбан тігу үшін бізге осындай мата керек болады. Мен дайындап қиып алдым. Так, мынау бізде алды жағы болады. Бүйтіп тұрады ғой алды. Осындай болады. Бұл ұзындығы 65, ал ені 12. Осылай қиып аламыз. Потом бұны былай қоямыз да. Мына жерін машинкамен тігіп шығамыз. Былай тігеміз бұны. Ал мынау жаңағы тюрбанымыздың бас жағы. Оның ұзындығы 60, ал ені 35. Енді осыны былай бүктейміз де. Так, бүктейміз де. 20 сантиметр белгілеп аламыз қазір. Бірдей алдырып бүктеп алайын. Так, мына 20 сантиметр қайда. Мына 20 сантиметр белгілеп аламыз мына жерден. Белгіледім. Енді мына жақтан да белгілеймін 20 сантиметр. Белгілеп алдым. Енді осыны былай домалақтаймын. Домалақтап былай сызып аламын. Жаңағы белгілеген жерге дейін. Домалақтап. Қазір осыны қиып аламын. Домалақтадым. Енді осыны тастаймыз. Міне бізде былай шықты. Осылай болады. Мұны алды жағында тұрады. Бас жағында мұны былай тұрады. И мынандай мата керек болады. Так, ені міне. 8-де 12. Осыны, бұны тігеміз де, мына жерге былай қоямыз. Мына сонда былай жиырылып тұрады. Ал мына жағын тігіп тастаймыз. Қазір көрсетемін бәрін. Так, мынаны бірінші тігіп алайық. Мына матамызды аламыз да. Бірдей қылдырып түзулейміз де. Екі бас жағын алып кеп, бітеміз. Булавкамен түйреп аламыз. Бірдей алдырып. Шошып кетпейтіндей. Так. Жағын айтып алайын. Енді машинкамен былай, сосын былай жүргізіп шығамыз. Енді мына жағын тігіп шығамыз. Енді мына шетін былай домалақтап тігіп тастаймыз. Атақ жерін алып тастаймыз. Тастаймыз да. Бағанағы кішкентай матамызды былай тігіп аламыз. Ұзыннан тігіп аламыз. Түзуінен. Тігіспен. Түзу тігіспен тігіп. Так, қайрайық. Осылай шықты. Енді бұны мында әкелеміз де тігеміз. Мына жерден тігісін былай ортасына әкелеміз. Мынандай шет жақта тұрмау керек тігісі. Мына біреу жаңа тіктік қой ортасы. Сол тура ортасында тұру керек. Осылай түзу немен тігіп шығамыз тігіспен. Мынандай қатты шетіне тікпейміз, мына осылай. Сөгіліп кетпеу үшін мына біреу алдыға артқа реверсті басамыз. Міне тігіп алдық. Енді мына жағымыз ұзын болып кетсе, мына жақты қиып тастауға болады жаңағы. Так, маған қатты ұзын керек емес. Кішкенесін алып тастаймыз. Тастадым. Енді мынаны былай тігіп шығамыз. Міне. Былай. Бұл жерін бірақ та машинкамен емес, инемен былай ішіне қаратып тігіп тастаймыз. Қазір. Міне мен қолмен тігіп шықтым. Міне осылай болады. Енді мына тесігіне
бағанағы матамыз бар ғой, соны былай кіргіземіз мына жаққа. Міне. Так, мына жақ доңғалақ жақ төбеге қарап тұру керек. Міне. Уже түсінікті болып келе жатыр. Енді былай тіп шығамыз. Бірдей қылдырып аламыз да. Мына жағын қазір сборка жасаймыз. Былай жинаймыз. Былай жинап, осылай тігеміз. Жинап. Егер қиын болса, бірінші инемен нетіп алу керек, көктеп алу керек ине жіппен. Былай жинап, тура соның бойымен тігіп шығамыз. Сонда төбесі жиналып тұрады, сборка болып. 4-5 сборка жасауға болады осылай төбесіне. Так, мынаны да жинаймыз да. Потом ары қарай түзетікіспен. Сборка жасадық. Енді былай қарай жасамаймыз, бұл мынау бас жағы уже дөңгелетіп не до конца тіктім. Приверш жасадым да. Алып тастадым. Так, енді аударып көрейік бізде не шықты. Міне. Мынау сонда алды жағы болады бізде. Бұл жерін, мына жерін қазір қолмен ине жіппен тіге салу керек. Міне былай. Болды. Так. Енді мына жақты тігу керек. Сондай болып шықты. Енді мына жағын тігу керек. Енді мынаның тура ортасын тауып аламыз. Тауып белгілеп аламыз. Так, белгілеп алдық. Ортасы. И мынаумен қосамыз. Қадап аламыз бұлақ. Енді осылай айналдыра тігіп шығамыз. Сосын шетін оверлокпен жүргізіп шығамыз, или оверлок шықпаса зигзагқа қойып, зигзагпен жүргізіп шығуға болады. Жүрғанымыз дайын болды. Былай тігіп шықтым. Мен қазір мына ішін оверлокта мына жерін болды. Ал мына жерін іш жағынан қолмен тіге саласыз. Болды. Ал мұнда артық жерін алып тастадым. Мен жаңа шұтыр болып тұрды ғой. Соны қиып алып тастадым.